шешімі болса, осы шығарамыз балар есіме шешен суы болса, Бекежан мен Төлегеннің қақтығысы. Ал одан кейін шарттау шегі болатын болса, яғни Төлеген мен қыз жібектің үйленуге деген бір шешім қабылдауы, яғни шешімі болса, Төлегеннің махаббат жолында құрбан болуы. Сіздердің сұрақтарыңызға жауап бергендеріңізге көп рахмет. Қайтадан келіп тұрыңыз. Қайда келсін қайта? Әдеби кафемізге келіп тұрыңыздар, иә? Балалар қысылмаймыз. Жарайды. Балалар, сіздер тыңдап отырдыңыздар ма? Әсіресе сіз тыңдадыңыз ба тауыңыз? Қалай өзіңіздің бағаңызды айтып кете салыңыз? Пікіріңізді айтыңыз. Сюжет құрамдас бөліктеріне дұрыс талданды ма? Дұрыс талдады деп ойлаймын. Рөлге еніп, берілген сол мәтінге соңғы өзінің рөліне еніп, жауап беріп, сұрақтарға жақсы еркін жауап бере алдық. Даусымызға көбірек ақыттырақ шығарамыз, образға дұрыстап енеміз. Отырыңдар, рахмет балалар, сіз тыңдап отырыңыз. Келесі екінші тапсырма бойынша Жабаевтың сізді бұйрық өлеңінен автор бейнесін анықтаңыздар. Сәлеметсіздер. Біздің осы сізді әдеби кафеге шақырған себебіміз сізді қонақ ретінде сіздерді бұйрық деген әңгімеге сұрақтар қойғымыз керек болды. Және де бұл тапсырма Жамбыл Жабаевтың Зілді бұйрық өлеңінің автордағы бейнесін анықтау болатын. Оны сіз қалай анықтадыңыз? Автор бейнесін Ал біз автор бейнесін анықтайтын болсақ, осы Жамбыл Жабаевтың Зілді бұйрық өлеңінде автор бейнесі жақсы ашылған. Оны біз бұнандай бүйтіп дәлелдей аламыз. Автор халық жанашыры, және де бір жағынан тарихшы болып та келеді. Дәл сол заманда Ұлы Отан соғысы, яғни екінші дүниежүзілік соғыс болып жатқан еді. Сол заманда 18 пен 35 жастағы аралықтағы балаларды, қазақтың балаларын соғысқа жинап алып кетіп бара жатқан еді. Және де осы тіпті адам жетіспеушілігінен бе, оны адам жетіспеушілігінен 18-ден де жасы төмен, мысалы 15 жасар денесі үлкенірек келген, ірілеу келген балдарын алып кетті. Бірақ оны соғысқа қатыстырған жоқ. Оны мысалы жер қазуға, сол қазақтың балалары, 18-ге толмаған балалары, соғыс кезінде басқа талмайтын, оларға қатысы жоқ адамдардың арасында, мысалы құл секілді болды. Яғни осы бір жағынан да қазақтың қаншама қыршындары қырылып кетті. Яғни осы мысалы қаншама ата-әжесін, ата-аналарын жылатып соғысқа алып кетті балаларын. Сосын яғни қорытындылай келе осы Жамбыл Жабаев атамыз, яғни автор, осы болған тарихты бізге жас ұрпаққа не істегісі келеді, мысалы, жеткізгісі келіп тұр. Және де бұл осы арқылы біз оның халық жанашыры екенін білеміз. Яғни мысалы, осындай әрекеттер арқылы сендердің аталарың, ағаларың соғысқа кеткен, қатты үлкен қиыншылық көрген, сендер де мұны осы өмірлеріңе шүкіршілік етіңдер деп, яғни осылай қалдырып кеткісі келіп тұр. Керемет. Енді осы керемет жазған шебер өлеңге өзіңіз көзқарасыңыз, бағаңыз беріп жүріңізші. Мен, мысалы, ең жоғарғы балды берер едім, егер де берген кетсе. Өйткені бұл Жамбыл Жабаевтың Енжарлығы өлеңі өте көрнекті жазылған. Және де көптеген, мысалы, көркемдік сөздеріне құралдар талдаса да, оны да айтсақ болады, бірақ та
заманда не айта білді? яғни тар заманда сол орыс мысалы ресей халқының мысалы СССР кезіндегі патшалықтың қазақтарға басқа да елдерге қысым көрсетуі озбырлығы көрсеткен Айта білді. иә соны айта білді мысалы сол көпшілігінің оның қолынан келмейтін еді бірақ ол мысалы бізге қалу үшін аманат болу үшін мысалы тарих ретінде жазу үшін ол өзінің жанын шүберекке тігіп мынау өлең ретінде жазып кетті. Керемет жолдар болды деп ойлаймын. Енді осылай әдеби кафемізге қонақ болып келе беріңіз. иә сіздерге де рахмет. Келесі үшінші тапсырма. Көксерек шығармасындағы оқиға желісін Батыр Баян көркемдік құралдары талдау. Олар ашылып, образға енеміз. Орындыққа отырғыларың келе ма? Сәлеметсіздер ме құрметті қонақтар, біздің әдеби кешімізге қош келдіңіздер. Біз бүгін Батыр Баян поэмасына туындаған сұрақтарға жауап беретін боламыз. Сәлеметсіз бе? Сізге сұрақ қойсам болады ма? Сәлеметсіз бе? Қоя беріңіз. Сізге Батыр Баян поэмасын оқыған қызықты болды ма? Менің ойымша Батыр Баян поэмасы ол мен үшін өте құнды өлеңдердің бірі болып табылады. Сіз Батыр Баян поэмасын қандай мақсаттарда жұмыс істедіңіз? Сіз отырда осылармен тыңдап Және Батыр Баян поэмасына мен өзімді өткен мақсаттардың бірінде көркемдегіш құралдарды алып отырмын. Яғни көркемдегіш құралдардың арасынан менің тапқаным теңеу. Яғни Батыр Баян поэмасына көптеген көркемдегіш құралдарды қолдануға. Яғни бұл көптеген көркемдегіш құралдарды қолдану автордың өзіндік шеберлігін білдіреді десек те айтсақ та болады. Яғни олардың бірі арыстандай, жолбарыстай, аш бөрідей, аш бөрідей және тағы басқалар. Яғни бұл көркемдегіш құралдардың қолдану мақсаттары, яғни Батыр Баян поэмасына, яғни осы Батыр Баян поэмасы қазақтардың қандай мықты болғанын білдіріп тұр. Соларға дәлел өзіміздің теңеулеріміз, бағанағы теңеулер арқылы біз біле аламыз. Егер яғни Батыр Баян поэмасы ол біз үшін құнды болуының себебі де осы десек те болады. Себебі Батыр Баян поэмасында бұрынғы қазақ халқы өзінің тәуелсіздігі үшін көптеген еңбек етіп өзінің жері, елім үшін, отаным үшін деп еңбегін тіккен ғой. Яғни осы үшін мен осы Батыр Баяндағы теңеулерді осылар деп аламын. Осы сіз Дәния мырза менің бұрыннан Неге келіп, қорқпай, бір-біріңді ағырай, қорқпайлысыңдар Дәния мырза, менің осы бұрыннан қоя алмай жүрген бір сұрағым бар еді. Сіз осы Батыр Баян поэмасын оқыдыңыз ғой, соған қандай баға берер едіңіз? Мен Батыр Баян поэмасын оқығанда мен оған ең басты кезде мен оған баға беруді жөн көргенмін. Себебі баға беру ол автордың ерекшелігін, яғни қалай жазғанын басқалардан танытып тұрғанын білдіреді ғой. Мен осы Батыр Баян поэмасында 10-10 деген баға берер едім. Себебі ол өзіміздің қазақтардың қандай болғанын, қандай ержүрек, өзінің қалай басқа елдерге танысқанын мақсаттан ауытқымаймыз. білдіргісі келіп тұрғандықтан мен оған 10-10 деген баға бердім. Мақсаттан ауытқымаймыз, толықтырған мақсатта жаңағы көркемдегіш құралдарды таптыңдар, енді соның қолданысын, дәл соны қалай қолданған? Соларды қолдану арқылы ойын аша білу шеберлігіне тоқталсаңдаршы, баға беру деп соны айтыңдар. Яғни Батыр Баян поэмасында осы көбінесе Батыр Баян поэмасы әрбір өзіндік шумақтарында көптеген көркемдегіш құралдар қолданылған. Және ол көркемдегіш құралдардың қолданысына талдау жасай келетін болсақ, яғни бұл жерде менің ойымша ең көп теңеу қолданылған деп айтсам болады. Себебі теңеу қолдану арқылы өзіндік сол кездегі халықтың және де намыстың бәрі сол теңеулермен бағана жеткізілген деп. Дәлелің қайда, факты қайда? Соған дәлелдеші, осы жерде мынандай арыстандай, жолбарыстай, аш бөрідей, шапақтай, уылдай және де тағы басқалар ғой. Осыларды дәлелде болған. Дәлелдегенде өлең жолдарынан нақты ашылатындай көрсетеміз балалар басқаларға. Сіздерде осыған дейін солай фактіні өлең жолынан нақты міне мына жол деп алып көрсеткен дұрыс деп айтылды, иә? Дәлел. Солай жұмыс жасаймыз. Так, жарайды, отырыңыздар.
басқаларыңызға балалар топтарыңызға нақты фактілермен келтіріңіз. Сіздерде оқу мақсаты не еді? Көксерек шығармасында оқиға желісін өз көзқарасы тұрғысынан дамытып жазыңыздар. Енді қайда қарап сөйлейміз, артқа қараймыз, алға қарап сөйлейміз. Сәлеметсіздер сіздермен бүгінгі әдеби кафеге қош келдіңіздер. Біз сіздерге осы көксерек повесіндегі бір-екі сұрақ қойсақ. Не қоя беріңіз? Осы көксерек повесінің негізгі ойын қандай деп білесіз? Мен ол негізгі ойын бір ақ сөзбен айтсам, мысал келтіре кетсек, қасқырды қанша тәрбиелесең де ипап өспейді дегендей, ол повесте сол қасқырдың қаншама адамдардың оған мейіріммен қараса да оның орманға кетуі және де қасқырлығын қоймауы туралы айтылған. Ол шығарма өте көп драматургияны қолданады және де ол шығарма маған қатты ұнады деп айта алмаймын. Жауабыңызға рахмет. Сізге сұрақ қоя кетсем, бұл повесте сізге қандай оқиғалар ұнады? Маған ұнаған оқиғалар ол Құрмаштың ауыл адамдары, оның ата-әжелері қанша өзінің ойын, бұл қасқырды қанша бақсаң да итте көре алмайсың деп айтқаны, бірақ та ол өзін қайтпай, өзін арман мақсатына жетіп, оны ит сияқты өз жан досындай көріп өсіруі. Жауабыңызға рахмет. Және де осы ұнамаған оқиғаларды айтсаңыз, және де оны ұнамаған оқиғаларды қалай жалғастыра едіңіз? Маған ұнамағаны Құрмаштың өлімі бөлімі, бірақ та мен ол жаман жағына жетпей жатып, сәл одан алдын оқиғаны жақсы қылып жалғастырып кетсем. Ол бізде айтқан Құрмаш тау етегінде қойларын бағып жүрген кезде шетте көксерек пен оның қасқыр достары жүреді. Сол кезде қасқырлар, көксеректер оны көріп, қойларға, Құрмаштарға бара жатқан кезінде көксерек өзінің досын Құрмашты танып, сонымен кішкентай кезінде өткен қаншама қызықты оқиғаларын еске алып, онымен тағы да қызықты керемет күн өткізуі деп жалғастырар едім. Қойларын талап кетпесе де, сенің ойынша қойларын талаптырмай, жақсы өткен өмірін елестетіп, ары қарай қасқырларды өзіме елестіріп алып кетіп қалған болар еді, сенің ойынша? Керемет. Гуманисті ойлау, ары қарай. Жауабыңызға рахмет. Әдеби кафеге тағы келдіңіздер. Басқа тек төртеуін бір жалғастырдыңдар ма соны? Әрқайсысын жалғастырып кетсек күшті болатын еді. Жарайды. Айтпады ма? Мақұл. Келесі. Апай, мен өз ойымды айтсам. Айта ғой, осыдан логика жоғары осы қызды айта бер. Мен оның кітаптағысы маған ұнамаған да жерлері бар, бірақ ол автор қалауынша болды. Бірақ менің ең ұнамағаны ол фильмде болды. Фильмді айтпаймыз? Тек, нені айтамыз? Ондай болса кітапты айтсам, ол кітапта көксеректің көптеген істерін, жаман істерін өте қатты драма ретінде қойып жіберді. Оның басқа иттермен төбелесуі ол өте қатты оған назарын бөлді. Психологиясы өзгешіге ма? Ұрындап тұстыра берейін? Ол маған қатты ұнамады. Мен оны басқаша өзгертер едім. Өйткені басқа иттермен көксеректің төбелескенінен жақсы. Ол көксеректі Құрмаш кішкентайынан бастап өзі үйретіп, қатты сол үйретуіне назар аударып, оның көкесі оған да көңіл бөлуі болар еді. Көңіл бөлсе ол көксерек қасты болмай қалады десеңізші жарайды. Мен жалғастыра кететін болсам, осы көксерек өсе келе жаман иттерге, жаман қасқырларға бақыттап, сонымен бірге басқа жаққа кетіп қалды да, өзі егелерін тастап. Мен соны жалғастыратын болсам, осы
Көксерек Құрмаш секілді жақсы, мейірімді мейірімді ит болып, осы егелеріне көмектесіп жүрсе. Қасқырлардың бәрін ауға жолаттырмай қорып жүрген болар еді ме, сендер ше? Жарайды, отырыңдар. Біздің балалар сондай ғой, өте сондай бір мейірімділікке тәрбиеленіп жатыр ғой. Келесі мына бізде қорытынды, әрбір сабақтың қорытындысы ретінде біз эссе жазып отырғанбыз. Бұл жолы біздің эссеміз ауызша іске асырылып жатыр. Әдеби кафе. Ассалаумағалейкум. Біздің әдеби кафемізге қош келдіңіздер. Сіздерден бүгінгі тақырыпта Нарынқұм зауалындағы ұлттық құндылықтар тақырыбында ұлттық құндылықтар туралы сұхбат ала кетсек бола ма? Әрине болады. Барынша қолымыздан келгенше жауап беруге тырысамыз. Онда мен сіздерге сұрақ қоя берейін. Осы поэмада қазақ халқындағы сатқындық туралы не бейнеленді? Осы қазақ халқында осы өлең барысында көптеген осы баласының ақындарға деген сатқындығы, яғни қазақ халқы әрдайым осы ақындарын құрметтегендіктен осы әкесінің баласының сатқындығы үшін өлтіруі осы қазақ халқындағы сатқындық дұрыс емес екендігін, яғни сатқындарға жол жоқ екенін де айқындайды. Тағы да бір сұрақ қоя кетсек, Нарынқол зауалы поэмасында ақынға деген құрметті сипат беріңіз. Осы сұрағыңызға жауап бере кетсем, қазақ халқы баяннан ақынды аққұрметтеген ғой. Осы жерде де осындай нәрсе байқалады. Осы баласының сатқындығы үшін Махамбет, яғни ақынды өлтіргені, осы әкесі ақымен өлтіргенде тең қылып, ешқашан кешірілмес деген нәрсе ретінде көрсетіліп отыр. Осыған қарап, біз ақынның қандай құрметті екенін біле аламыз. Яғни ақын осы сол кездегі тар заманда еркіндікті сұрап, халықтың мұң-мұқтажын көрсететін адам, яғни халықтың баласы ретінде осы ақылмен теңеді ғой осы өлеңде. Және де осы поэмада әкесі арқылы қандай ұлттық құндылықтарды түйдіңіз? Әкесі арқылы мен көптеген ұлттық құндылықтарды біле алдым. Мысалы, әкесі өте намысшыл, қазақта өте намысшыл, осы қасқырдай өзінің намысы бар. Кішкентай нәрсеге болса да өзі қатты намыстанатын халықпыз. Осыған қарап, ақынға өзі сатқындық жасамаса да, осы әкесі баласының сатқындығы үшін оның жазасын жүрегіне ауыр дейді оның сатқындығы. Және де осы сол ретінде намыс біздің ұлттық құндылығымыз. Намыс болмаса біздің тәуелсіздігімізді сақтап та қаламыз, сосын бала заңы, баба заңы қарағым. Осы поэмадағы ұлттық құндылықтарға қандай баға беріп кетесіз? Мен баға берсем. Мысалы, осы жерде әрбір жаза, баласына деген жаза, әкесіне деген өзінің елге бетіне қараймауы бәрі бір заңға әкеп тіреледі. Осы дала заңында осындай ғой. Мысалы, сол кезде Тәуке ханның 7 жарғасы болсын, Есім ханның ескі жолы болсын, Қасым ханның қасқа жолы болсын, барлығында өзінің заңы болды. Сатқындарды ешқашан кешірмеді. Осыған қарап, белгілі бір заң бар екенін байқаймыз. Яғни қазақтың да өзінің заңы бар. Ол қандай заң? Дәл осы жерде? Махамбет пе ана жерде? Махамбетке қатысты қандай заң болды? Ақындарды құрметтеу, ақындарға сатқындық жасамау, ешқашан елін сатпау, ақындарды сатқан елмен сатқандық. Махамбет қандай ақын мысалы? Елдің мұң-мұқтажын көрсетіп, елдің қалауын соны көзбас алтынға айырбастағаны қажелместей қате ретінде байқалды. Жарайды, біз осы сұхбат арқылы көптеген нәрселерді, ойларды түйіндік. Осындай біздің әдеби кешімізге келіп тұра беріңіздер. Жарайды, сау болыңыз. Әрдайым келетін боламын. Міне балалар, құрметті ұстаздар, осы жылғы 7-ші сыныптағы біз әдебиет жыл бойындағы өтілген әдебиеттегі негізгі басты тақырыптарымызға шолу жасадық. Оның осы оқу мақсаттары негізінде біз жұмыс жасағанымызды сіздер тағы қалай жұмыс жасадыңыздар? Сол арқылы сіздер нені білдіңіздер? Мақсат тек қана мазмұнын ғана біліп қою ма екен? Біз әдебиет сабағында нені алдық?
сіздердің құнды пікірлеріңіз. Бұл біздің кері байланысымыз, иә? Тағы да батылхан сөйлеп алады. Дауысымызды ерекше саңқылдап тұрып. Осы әдебиет сабағымызда тек қана біз шығармалар мазмұнын білмейміз. Оны тереңдеп түсінеміз. Кейбір мектептерде осы тек қана мазмұнын оқып жатқа айтып бере береді. Ал біздің ерекшелігіміз осы ұлттық құндылық жайында талдаймыз, эссе жазамыз, барынша қорытындылаймыз. Қорытындылап бір ой түйеміз. Өзімізге жақсы қасиеттерді аламыз да, жаман кейіпкерлердің жаман қасиеттерін ысырып тастаймыз. Сөйтіп өзімізді жеке дамып отырамыз осылай. Ой бәрекелді. Қаһар романын оқып, 7-ші класс, 8-ші жастағы, 11 жастардың арасында жұмыс жасап, грамота алды қала бойынша. Қаһар романын үлкен адам түсініп оқи алмайды, отырады. Бәрекелді. Келесі тағы кім? Гүлназ. Жігіттер сөйлеуге дайын отыр. Құнды пікірлерің жылдың соңы кері байланыс. Осы қазақ әдебиеті сабағында біз көптеген тақырыптарды, көптеген повесть өлеңдерді өткен болатынбыз. Осы көптеген өлеңдер, осы повесть арқылы негізінде көптеп ұлттық құндылықтарды дәріптеп берген. Яғни бізді осы болашақ ұрпақты осы қазақтың ұлттық дәстүрі, ұлттық құндылықтарына бағыттағысы. Керемет. Біз соны үнемі біліп отыруымыз керек. Оның бәрі әдебиеттен табылады. Тәрбие ғой деп арайды. Біз осы 7-ші класста қазақ әдебиет сабағынан өте атақты керемет адамдардың повесть өлеңдерінің барлығын оқып шықтық. Ол жай ғана оқып, оларды біліп алмай, оқу мақсаттарымен жұмыс жасап, өзіміздің тілдік құралдарымызды дамытып, тілге шешен бола бастадық. Бәрекелді. Әдебиеттің мақсаты да солай, үйретіп қойғандай сөйлейді. Бүгінгі сабаққа өзіңнің құнды пікіріңді айтшы, бүгінгі сабаққа. Бұл біздің мағжан оқуларында грант алған баламыз. 11 жастармен тайталасып жүріп айта бер. Бүгінгі сабаққа айтар пікір құнды пікірім. Бүгінгі сабақта оқушылардың барлығы өте жақсы өзін көрсете алды. Және де осы біздің неміздегі біздің патриоттық және де өзіміздің елімізге дейтін жанашырлығымызды ашатын 5 тақырыпты 5 топ өте жақсы қорғап шықты. Міне, осы арқылы біз өзіміздің жеке дамуымызды және де өзіміздің елімізге дейтін жанашырлығымызды аша аламыз. Осы 5 тақырып арқылы, үлкен 5 проблема арқылы барлық нелерге ұнадық деп ойлаймын. Қонақтарымызға ұнадық. Ой бәрекелді, міне қонақтың көңілінен шыққысы келетін балалар бізде тәрбиеленіп жатыр. Ал енді міне балалардың кері байланысын, балалардың осы 1 жылдық жұмысын, еңбегіне сіздер таныстыңыздар. Сіздердің пікірлеріңізді, сіздердің құнды пікірлеріңізді балалар естігісі келіп отыр. Қане, кім сөйлейді екен? Бір ер азаматтар міне ұлтым дейтін бұл жерде ер азаматтар тәрбиеленіп жатыр, байқамасыздар сіз. Қандай атыңызбен өскен болады? Бір ер азаматтардың көреген дұрыс қой? Бүгін алғашқыда ойлап едім мен, біз сабақ мақсатын қалай алып шығар екен деп. 2:45 минут өтелмеген деп. Бұл 45 минуттың ішінде осы 5 сабақ мақсатын алып шықтыңыздар. Рахмет, таң қалып отырмын. Балдар өздерінің жаңағы ойларын айтып, мынау теледидардағы бір жаңағы тележүргізушілер секілді сұрақ қойып, оған жаңағы жақсы жауап беріп, бізді қуандырды. Риза болып отырдым өз басым. Жаңағы сабақ мақсатына жетті жалпы. 1:45 минуттың ішінде бүкіл жаңағы жыл бойы өткен мынау іргелі шығармалардың бәрін жаңағы қамтыдыңыздар. Үлкен жетістік. Рахмет сізге апай. Оқушыларға да рахмет. Жақсы пікірлерін айтып жатыр, талдап жатыр. Кейбір оқушылардың жаңағы сұрақтарына, жауаптарына ерекше мен риза болдым. Керемет жақсы жауаптар болды арасында. Кейбір мақсатты қалай ашам деген кездерде оқушылардан маған көмек болған, мен оны жасыра алмаймын. Жақсы. Алдары тапсырма тастай саласың, өздері ұйымдастырып кеткенде содан үйреніп отырған кездерім болды. Себебі бұлар енді жастарында ғой шынында. Солай намыстанбаймыз оған, бір-бірімізге үйретеміз. Мендегі мақсат сол, сенде менің оқушыларым керек деп айтамыз. Намыстан құрметті оқушылар, сіздерді көріп
біздің болашағымыз жарқын екен көзім жетті. Өте тамаша сабақ болды. Сөз саптауларыңыз, талдауларыңыз, сараптауларыңыз, ойларыңыздың жүйріктік маған өте қатты ұнады. Мен аларым көп сізден, мақсаттарыңызға жетті деп ойлаймын. Жеттіңіздер. Сіздер Алла қаласа жоғары оқу орнына түсіп, біздің қазақ елін, қазақ жұртын басқа шетелдерге осындай дәріптеп көрсететіндеріңізге сенемін. Иә, рахмет. Солай сенемін. Не деген атаулы. Саламатсыздар, қымбатты оқушылар. Сіздерге үлкен рахмет. Мындай ыстық күнде ынжырғаларың түспей, керемет өздеріңді көрсете білдіңдер. Дарынды мектеп десе, шын мәнінде дарынды балалар, оны сөйлеу мәнерлерінен байқадық. Өте керемет сөйлейсіңдер. Мұғалімдеріне рахмет. Осылай сендерді оқытып, жетілдірген. Талдауларында жақсы. Әр мақсатқа жету мақсаттарында жақсы. Сендерге кәдімгідей риза болып отырмыз. Сендерге қарап әдебиеттің жоғалмайтынына, дамитынына сеніп отырмыз. Жақсы, Жанар апай өзің сөйлейсіз бе? Әрине, осындай балдарға майталмандар сөз етуі мүмкін емес қой. Өрлеудің майталмандары сөйлесін ғой. Құрметті кішкентай жас шәкірттер, бүгін көпшіліктің алдына шығып, тағыланып қалғандарыңды, өздерінің сөз саптауларының бір жолға қойылғанын, әдебиет деген ұғымның ерекшеліктерін біз мұғалімдерге үйрете алмай жүрген кезінде сіздердің уже өздеріңіздің ұғынғандарыңызды, өздеріңіздің бірнеше сөйлемдеріңізбен, жұрттың алдында сөйлеген сөздеріңізбен көрсете алдыңыздар. Осыған қарап сіздердің майралы сабағы қаншалықты деңгейде өтіп жүргенін мен күнделікті сабағына қатыспасам да жобалап пайымдап отырмын. Сіздердің арқаларыңызда осы сіздердің осы жердегі әрбір сөйлемдеріңіздің, ауыздарыңыздан шыққан әрбір сөздеріңіздің өзі сіздердің бір жылдық, бірнеше жылдық еңбектеріңізді көрсетіп отыр. Солай деп ойлаймын, әріптестер. Сіздер солай ойлап әдебиетті жай ғана өздеріңіз айтқанда тек қана мазмұнын ғана біліп қана қоймай, жұрттан ерекшеленіп, қазіргі бізге талап етіп отқан бойынша талдау сатысына көтеріліп, ғылым таксономиясы бойынша, одан бағалау сатысына көтеріліп, жұмыс жасап жатқандарыңызды көрсеттіңіздер. Қыздарымыздың сеніп отырғандай, мен сіздерді майра оқытып жатса, мен бұл қыздарды оқытып отырмын. Бұл апайларды оқытып отырмын. Өйткені ертең сіздер сияқты балдарды бұл кісілерді оқытып отыр. Ертең бұл кісілердің тәжірибесін көреміз. Сіздердің сияқты балдары бар, ол кісілердің де керемет балдары бар. Сонымен салыстырып отыр өздері де. Олардың да жетістіктері өте көп. Бірақ енді өкінішке орай сіздер оны көре алмайсыздар, біз көреміз, біз көре аламыз. Ертең бір-бірімізбен талдаймыз. Мүмкіндік болса сіздерге келіп, олар бір күн сабақ өтуі де мүмкін. Бірақ сіздер мектептен кетіп бара жатырсыздар, иә? Сонысы қиын болып тұр, әйтпесе біздің мұғалімдеріміздің де өз оқушысынан шығып сіздерге де беретін тәжірибесі өте көп. Тәжірибе алмасуға ол кісілермен де болады. Сондықтан сіздерге алғысымыз шексіз, қанаттарың талмасын, алар асуларың бұдан да биік болсын. Шын мәнінде намысқой, мына қазақтың намысқой екенін сіздердің авторының өзінің шығармасында өзінің қазақтың намысын автор бейнесі арқылы көрсетіп жатса, сіздер де автордың айтқан ойын өздеріңіздің бейнелеріңізбен көрсете алдыңыздар қазір. Яғни сіздер нағыз қазақтың үміт күтіп отырған намысын қолдайтын ұрпақ болғалы тұрсыздар. Әрдайым солай болыңыздар. Қазақтың бір неше түрлі құндылықтары бар ғой, соның бір құндылығы, бір кереметі бұл әдебиет өнері. Сол әдебиет өнерін бір биікке көтеретін тұлғалар тұрған сияқты араларыңызда. Солар жарқырап жұлдыздай болып шыға берсін. Осындай апайлардың арқасында. Апайларыңыз ауыздарыңызға сөз салмаса, сіздердің сол қабілеттеріңіз ашылмай кетуі мүмкін еді. Соны ашып жатқанына рахмет. Ашылыңыздар, барлық қырларыңызды көрсетіңіздер, жұлдыз болыңыздар, қазақтың намысын ешкімге таптатпайтын ұрпақ болыңыздар. Мына жерде тек айтып кетті, сабақты талдаймын деп отырған еді. Сабақ талданды деп ойлаймын, мен әріптестермен сөйлесемін. Рахмет, Алла оқың деп атсам, өзің түсінбейді екенсің. Сондай шығармаларды оқытуымыз керек. Ол жерде енді мәні өте терең ғой, енді ол жерде не деген отандық саясат керемет жазған екен да. Сондай шығармаларды балаға оқыту үшін өңдейді Назарбаевта. Өңдеп, кейбір портреттер бар ғой, қызықсыз портреттер кетеді ғой, пейзаждар алып тастап, оңайлатып, өңдеп береді да, бала тез түсінеді.
негізгі идеяны ол жерде не айтылғанын білсе болды олар. Міне мен айтайын деп тұрғаным, оқыту үшін сіз мен бар мысалы жаңағы дискрипторды шағымен бүйтіп былайынан қойып қоямын. 5-ші солай бастап